Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге Моңғол империясының ұлы ханы Юань империясының негізін қалаушы Шыңғыс ханның немересі Құбылай хан туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Шыңғыс хан империясының 5-ші ұлы ханы Құбылай және оның Қытайда негізін салған Юань әулеті туралы болмақ. Құбылай 23 қыркүйек 1215 жылы туылды. Әкесі Шыңғыс ханның 4-ші ұлы Төле, шешесі Керей ханшайымыз Сұрқақ Тани еді. Тұлғамыз ұлы хан Мөңкенің інісі, ел хан мемлекетінің құрушысы Құлағудың ағасы болып табылады. Анасы Сұрқақ Тани бегім Шыңғыс ханның кеңесіне сәйкес Құбылайды таңғұт буддистің тәрбиесіне берді. Осы тәрбиесіне байланысты Құбылай кішкене кезінен Қытай мәдениетіне қызығып өсті. Тіпті солтүстік Қытайдағы ең ықпалды монах Хай Юнды Моңғолиядағы өз ордасын алдырды. Хай Юн 1243 жылы туылған Құбылайдың баласына Жын деген ат қойды. Монахпен бірге еріп келген оның шәкірті Лю Бинgjun кейіннен Құбылайдың кеңесшісіне айналды. 1227 жылы Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін хан тағына Үгедей отырды. Үгедей 1235 жылы құрылтай шақырып, батысқа жорық жасауды жошының ұлы Батуға тапсырды. Алайда Шыңғыс ханның мұрагері Үгедейдің билігі ұзаққа бармады. 1241 жылы ұлы хан Арақтан қайтыс болды. Оның баласы Күйікке билік әкесі қайтыс болғаннан кейін 5 жылдан соң тиді. 1248 жылы Күйік хан Бату ханға қарсы соғыс кезінде 2 күн ауырып қаза тапты. Осыны пайдаланған Төленің балалары билікті Үгедейдің ұрпақтарынан тартып алмақшы болды. Күйік дүние салған соң басталған 3 жылдық соғыстан кейін Жош ұлысының билеушісі әрі сол кездің өзінде өзін ерекше билеуші сезінетін Батудың көмегімен хан тағына Төленің баласы Мөңке отырды. Ағасы Мөңке ұлы хан болып сайланғанда Құбылайға Қытайдың билігі берілді. Осыған байланысты Құбылай ордасын солтүстік Қытайға көшірді. Ол қол астындағыларға әділ қараған үшін қытайлықтар оны қолдай бастады. 1253 жылы Құбылай Мөңкенің бұйрығымен Юннанды жаулауға шықты. Атақты Сүбедей Ноянның баласы Үренғадаймен бірге Құбылай 1256 жылы бүкіл Юннанды бағындырды. Құбылай Қытайды билеп тұрғанда буддистер мен дуанистердің арасында жиі дау шығып тұратын еді. Құбылай осы дауды шешу үшін 1258 жылы жиын ұйымдастырып, қорытындысында буддистердің жеңіске жетіп, даоист ғибадатханалары Будда ғибадатханаларына айналдырылды. 1259 жылы Мөңке Құбылаймен бірге Қытайдың Сычуан мен Ухан аймақтарын жаулауға жорыққа шықты. Алайда жорық барысында Мөңке кенеттен ауырып қайтыс болды. Бірақ Құбылай ұлы ханның өлімін жұртқа білдірмей жорықты жеңіспен аяқтады. 1260 жылы Төленің 4-ші баласы Арық Бұға Моңғолияда құрылтай ұйымдастырып, өзін ұлы хан деп жариялады. Бірақ бұл шешіммен ағалары Құлағу мен Құбылай келіспеді. Құбылайдың хан сайлануын солтүстік Қытайдағы бүкіл нояндар мен Шыңғыс ұрпақтар қолдады. Осыған байланысты дәл сол 1260 жылы Құбылай да құрылтай ұйымдастырып, өзін ұлы хан деп жариялады. Нәтижесінде Арық Бұғаның жақтастары мен Құбылайдың жақтастары бір-бірімен соғысуы керек болды. 3 жылға созылған соғыстың қорытындысында Құбылай үстем шығып, Шыңғыс хан империясының 5-ші ұлы ханы болып жарияланды. Ұлы хан Құбылай іс жүзінде тек Қытай мен Моңғолияны ғана басқарса да, сөз жүзінде оның билігі Тынық мұхитынан Қара теңіз бен Жер орта теңізіне дейін, Сібірден Үндістанға дейін созылып жатыр еді. Ұлы хан Құбылай аталарының ісін жалғастырып, Қытайды жаулауды жалғастыра берді. Жең қол астындағы Қытай жерлерін бағындырғаннан кейін, Сун әулетінің қарамағындағы жерлерді Құбылай өзіне қаратты. Құбылай хан Лияу әулетінен кейін, яғни Қара Қытайлардан кейін Қытайды біріктірген алғашқы билеуші болды. Құбылай солтүстік Қытайда Яңзы өзенінің жағасына өзінің астанасын салды. Оған түрікше хан балық, яғни хан қаласы деген ат берді. Уақыт өте келе Қытайлар ол жерді солтүстік астана мағынасына келетін Бейжің деп атап кетті. Басқаша айтқанда, бүгінгі Қытайдың астанасының негізін Құбылай салды десек қателеспейміз. Сол кезден бастап хан балық, яғни Бейжің өнер мен білімнің ордасына айналды. Жалпы бүкіл Қытайдың бір орталыққа бағынуы барыс келіспен сауданың, жалпы айтқанда Қытай экономикасының дамуын алып келді. Қытайды жаулап болғаннан кейін Құбылай Кореяға жорық жасап, ол жерді де өзіне қаратты. Оңтүстікке қарай Вьетнамға жорығы сәтсіз аяқталса да, кейіннен Құбылайдың ұрпақтары ол жерді толықтай жаулады. Бірақ та Құбылайдың Жапонияға жасаған 2 жорығы да сәтсіздікпен аяқталды. Қорыта айтқанда, Құбылай 18 ақпан 1294 жылы қайтыс болғанда, Қытайда Юань әулеті өз билігін орнықтырған еді. Құбылайдың ұрпақтары Қытайды тағы бір ғасыр биледі. Ақыр соңында Қытайға барған барлық моңғол түркілер қытайланып кетті. Бірақ олар бүгінгі Қытай мәдениеті мен экономикасының қалыптасуына өте қомақты үлес қосқан.
Бүгінде Қытай мәдениеті деп біліп жүрген музыка, би киім және әсіресе ел басқаруға қатысты көптеген құндылықтар сол көшпенді далалықтардың Қытайға апарған дүниелері еді. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз және арнаға жазылып қасында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Өз пікіріңізді комментарийға қалдырып кетіңіз, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сондай-ақ видеоны тарату тетігі арқылы барлық әлеуметтік желілерге таратып жіберіңіз. Сіз үшін білген дұрыс.